Арма ағайын, Сара сөздің қонағы еліміздегі іргелі оқу орны Қара Шаңырақ, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде ұзақ жылдар бойы қызмет істейтін ұстаз, профессор, университеттің кәсіподақ ұйымының төрайымы Ләззат Әділбекова. Ләззат Мақайқызымен біз бүгін қыз тәрбиесі, ұлт ұяты деген тақырыпта әңгімелесеміз. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Рахмет. Ләззат ханым, мынау қыздар педагогикалық институты, бүгінгі күні қыздар педагогикалық ұлттық университет, оның міне ендігі жылы 80 жылдығы болады. Осы институтты бітірген түлектер бүгінгі күні немере шөбере сүйіп отыр. Ал енді 1944 жылы осы Жемпиді Қазақ педагогика институтын ашу идеясы кімге тиесілі, қалай ашылды? Қызды сыйласа, төрге отырғызса, қызыл жасылын киіндірсе, қызын құрметтейтін ұлт болса, қазақ халқындай-ақ болсын. 1944 жыл сұрапыл соғыс. Ал сол кездегі мәліметтерге қарасақ, 1930-1940 жылдар аралығындағы мектепке сабақ беретін ұстаздардың 90% ер азаматтар болыпты. 10% ғана әйел балалары. 41 жылы соғыс басталғанда бүкіл Орта Азиядан 1,5 миллион алса, орталық тек қана Қазақстаннан 1,5 миллион ер азамат алып кеткен. Оны мына Қасым Аманжоловтың, Жұбан Молдағалиевтің өлеңдеріне қарасақ, бар ғой, 40-дағы әкесі 18, 19, 20, 21-дегі 4 ұлымен бірге алып кетіп, 4 жылда 4 қараға ұстап қалған жағдайлар бар. Өте ауыр жағдай. Міне осындай ұстаздарға деген зәрулік 1944 жылы көктемде Мәскеуде Сталиннің бұйрығымен Орта Азия республикаларында қыздар институты, педагогикалық институтын ашу туралы жарлық бұйрық шығады. Сол жылы жазда 15 тамызда Қазақ педагогикалық институтын Алматы қаласында құру туралы бұйрық шыққан. Қазақ әйелі өте мықты ғой, ел басына күн туған заманда баланы да дүниеге алып кеп, жаңағы тыл жұмыстарында атқарып, бәрін қатар алып жүріп, оқып, соның бәріне үлгерді ғой қазақтың әйелінің, қазақ қыздарының мықтылығы. Бізде ашылды, содан кейін Совет одағы кезінде бір-екі республикада тағы да ашылды. Бүгінгі күні сол жоғарғы оқу орындары жұмыс істеп отыр ма, жоқ па? Біздің мақтанышымыз мына өкімет басына келген азаматтардың, жалпы зиялы қауымның қыздар институтын сақтап қалуға деген күресі және оның үлкен нәтижесі. Ал өкінішке орай мына Қырғызстан, Түркменстан, көрші республикалардың бәрінде дерлік ашылған, жабылып қалған. 1-2 жыл жұмыс жасап, болмаса бір 10 шақты жыл жұмыс жасап, болмаса басқа университетке қосып жіберіп деген сияқты. Ал Орта Азияда бірден-бір арулардың ақ отауын сақтап қалған Қазақстан, қазақ елі. Сондықтан да мұны мақтанышпен айта аламыз. Ал енді әлемдік деңгейде Иранда бар екен қыздардың арнайы өздерінің университеті. Қандай керемет. Корея ұстап отыр екен қыздардың арнайы жекеменшік жоғары оқу орны. Ал енді посткеңестік елдерде ұстап отырған біздің көк байрақ желбіреген көк тулы Қазақстан. Ақын Ғафу Қайырбеков ағамыз да жалпы сол кездегі ақындардың бәрі айтушы еді ғой, Астанада көшесі бар Гогольдің деп. Енді сол Гоголь көшесінде орналасқан тарихи ғимарат, осы біздің университеттің корпусы, ол тарихи ғимараттардың бірі. Біздің қаламыздың сәулетіне ерекше бір көрік беріп отыр. Жалпы оны салған кім? Ол мемлекеттің қарауында, сосын? 1944 жылы бұйрық шыққаннан кейін атақты Гоголь көшесінің бойында Ғафу Қайырбековтің айтқан өлеңінде де Алматыда көшесі бар Гогольдің деп, сол көшемен бір керемет қыздардың көшіп өткені деген өлеңін өзіңіз мысалға келтіріп отырсыз ғой. Бұл жерде сол жылдары өкіметті басқарып отырған Нұртас Оңдасынов, Жұмабай Шаяхметов деген кісілердің әкелік, ағалық қамқорлығы арқасында біздің алғаш Алтай Құрманғали Оспанов деген азамат ректор болады, өзі директор деп атаған. Сосын сол кезеңдегі қазақтың бір зиялы келіншегі, және ол кісі туралы мен Құлтөлеу Мұқаштың бір ауыз сөзін айтып кеткім келіп отыр. 40-60 жылдардағы Алматы қаласындағы ең бір парасатты, сұлу, көркем, келбетті 3 әйел болды.
Оның біріншісі өзіміз білетін Шара Жандарбекова, Жиенқұлова, Биші апамыз. Екіншісі Бауыржан Момышұлының үйіндегі Жамал апа екен. Үшінші қыздар үйінісін 14 жыл бойы басқарған Тұрсын Мырзабекова деген апа екен. Сол кісінің ректор болған кезінде 14 жыл бойында қазіргі өзіңіз айтып отырған 1955 жылы шешім қабылдайды, арнайы тарихи әдемі ғимарат салу туралы. 1958 жылы қазіргі Гоголь көшесінде тұрған әдемі ғимаратты қыздар институтына берген. Және оның екі жағында қарасаңыздар, екі жатақхана бар. 59 жылы бірінші, екінші және 60 жылы арнайы спорт залын салып, қазіргі өздеріңіз Алматының көркі болып отырған ғимараттарды қыздар институтының қарамағына, қыздардың білім алуына берген. Оның сәулетшісін өкінішке орай мен білмейді екен, бірақ бұйрықтарда қол қойған Нұртас Оңдасынов, сол кездегі Жұмабай Шаяхметов және Нұртас Оңдасыновқа қатысты осы ғимаратты, осы институттың салуына көп еңбек сіңірді деп, Алматы қаласының әкімдігі арнайы ескерткіш тақтайшаны ілінді. Мұндай тақтайша бірінші әйел ректор. Ол кездерде бүкіл Қазақстандағы оқу орындарында әйел ректор болмапты. Алғашқы тұңғыш әйел ректор ретінде Тұрсын Мырзабекованың тақтайшасы да, осы ескерткіш тақтайша, осы жақында ғана университеттің өзіңіз айтып отқан 80 жылдығының құрметіне ілінді. Ол кісінің ұрпақтары қандай риза болды. Тұрсын Мырзабекова апайымыздан қызы Элеонора Сейтмұратова деген апай бірнеше ғылым академияларының академигі, профессор. Сол кісі 82 жас екен. Керемет көзіне жас алып риза болды. Институтта оқып, білім алып, жетіліп, содан кейін сол жерде қалып, сабақ берген ұстаздар баршылық болар, түлектер демек. Негізі бастапқы кезде қанша факультет болды, бүгінгі күні қай факультеттерге сұраныс бар? Қазір қыздар университетінің рейтингі әлемдік университеттер рейтингісіне кірген. 1944 жылы 3 қана факультеттен ашылған. Тіл әдебиет, яғни қазақ тіл әдебиеті, орыс тіл әдебиеті, тарих және физика, математика бұл. Ал бүгінгі күні 5 факультетте 8300 студенттер күндізгі бөлімде. Докторантура ашылған, магистранттар 300-ден аса. Педагогикалық ғылымның барлық саласы дерлік біздің қыздар институтында бар мамандық сұранысқа еге деп айтар едім. Айгүл ансамблінің негізін қалаған алғашқы біздің институттың түлектерінің бірі Ағайша Шермұхаметқызы Исағұлова. Қазір 80-ге келіп отыр. 80-ге келіп отыр. Ол кісінің көкпар әнсіз кейде той өтпейді. Қазақтың бір брендіне, гимн айналып кеткендей. Галина Жұмабекқызы Қарамолдаева. Ол кісінің дауысы алғашқы түлегі ғой Женпидің қыздар институтының. Ол кісінің ән айтқанда кез келген әнші көтер алмайтын үлкен ноталар болады. Соны еркін айтып таңғалдырған адам. Сосын тағы да мүмкін арнайы тоқталатын шығармыз. Бізден кейде әзілдеп айтамыз. Досмұқасан тартып алды деп Құрманай Әжібаева. Біздің студентіміз болған. Және ән айтам деп келмеген қыз. Батыстан келген орыс тілі әдебиеті мамандығына түсіп жүрген қыз. Сосын бір ұстаздар күні мекен шығып ән айтқан ғой. Даусына таң қалған. Содан квартет Айгүл ансамблі құрылған. Кейін атағы жер жарған кезде Шәріп Омаров ағамыз ғашық болып, Досмұқасан ансамбліне дауысқан. Бірақ айтыпты, мен 2 ансамбльде бірдей ән айтуға рұқсат етіңдер. Өйткені ұшқан ұям, туған ұям, қыздар институтының Айгүл ансамблінде жүрем деп. Ақштап Бақтыгереева. Атақты Ақжайықтың Ақшағаласы деп айтатын ақын қызымыз. Біздің университеттің түлегі. Мәдина Ералиева, Асыл Осман. Әншілерге келетін болсақ, марқұм Мәдина Ералиева біздің университеттің түлегі. Абай атындағы опера және балет театрының меццо-сопрано, сирек кездесетін әйелдер арасында Дина Хамзина біздің қыздар институтының қолынан ұшырған түлегі. Иә, көбі қоғам қайраткері да. Асыл Осман, Жібек Әмірханова, министр болды Шамшық Беркімбаева, қайраткер қыздарымыз Оразгүл Асанғазы, нағыз тілдің жанашыры. Біздің институттың түлегі. Сондықтан болар, мынау Қазақтың мемлекеттік университеті және Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институты, консерваториясы болса да, Женпидің мәртебесі бәрінен де биік болды негізі кезінде. Әр қазақтың баласы Қазақстанда осылай айтып отырса, тамаша, рахмет пікіріңізге. Қызды көтергеніміз, ұлтты көтергеніміз. Сөзіңіз рас, ол кезде медицина университеті,
казгу, Абай атындағы ол кез Каспий деп айтаған. Солардың ішінде мына тарихи шежірелерді 44-ші жылдан бастап құжаттарды қарасаңыз, өкімет басына келген, болмаса оқу ағарту министрлері қыздар институтына әкелік ағалық қамқорлықпен ерекше қарап отқан. Енді бір оқиғаны айтайық. Мамандықтарды шетінен жыл сайын аша береді, көбейте береді. 57-ші, сәл жаңылыс айтсам кешірім сұраймын, химиктер керек деп, химия мамандығын ашады, бөлімді ашады. Сол кезде Москваны дүрілдеп бітіріп, аспирантурасын бітіріп отырған ер азаматтардың іште жалғыз ол кезде шыққан қазақтың қызы Шамшабын Батталова Алматыға келеді, о кісіге Казгуде таласады, ғылым академиясы бәріне қазақтың қызы сабақ берсін деп, өте білімді. Мәскеуден аспирантураны қорғап келіп отырған қыз. Сол кезде қыздар институтына жіберейік, мына жарқырап келген білімді қызды. Ауылдан келген қазақ қыздары осы Батталовадай жаңағы білімін алсын деп. Сонымен ана апайдың шежіресі. Қыздар институтына келдім дейді, мамандық бар, студенттер бар, бірде-бір лабораториялық құрал жоқ. Не істейді? Түске дейін ғылым академиясына барады екенде, қай сабаққа қандай тәжірибеге ретінде реактивтер керек. Анан алады екен де, мәдениет түрде ұрлап шығады екен. Сөйтіп институтқа келіп сабақ береді. Сөйтіп сауапты іс қой енді. Күндердің бір күні ұялдым дейді. Сөйтіп сол институттың директорына кіріп, осылай десе, бүкіл институт біліп отырған ғой. Әдейі жағдай жасап отырған. Қайда апарады? Институтқа ауылдан келген қыздарға білім алуға апара жатыр деп, сөйтсе білсе де үндемеген ғой, енді қолдаған ғой. Ол қол аяғы дірілдеп барса айтыпты күліп. Бүкіл институт біліп, қайта жағдай жасап отырған ғой. Ол кісілер неге сондай кеңдік танытты? Себебі сол оқыған жас қыздар ертең күні ғылымды сүйрейді ғой. Ертең бәрібір алдарына келеді ғой. Соны түсінді ғой ол кісілер. Көрегендік. Олар ауылға барғанда ұлтты көтеру керек, тәрбиелеу керек. Солар нағыз білімді болсын деп бар жағдайды жасап, сосын айтыпты, тағы қандай реактивтер жетпейді. Айт, қазір ызбандап, не бар, бәрін беріп жіберем деп. Ләззат апай, мынау қыздар педагогикалық институты дегенмен біздің ұстаздарымызды алдымен тәрбиеледі ғой. Ұстаз деген ол оқушы үшін екінші анасы. Өмір жолын көрсететін адам. Ұстаздарға келетін болсақ, ұстаз мәртебесі шүкіршілік деп айтуымыз керек, бүгінгі күні көтеріліп жатыр. Бір кездері жақсы білесіз, түкке тұрмайтын жалақыға сонда да жұмыс істеді. Сонда да елдің баласын тәрбиеледі. Аудандарға, ферма совхоздарға кетіп, бөлімшелерге кетіп, сол жерде өздері де ана болып, баласын дүниеге алып келіп, күйеуіне қарап, ошағының жаңағы отын сөндірмей, елдің баласын тәрбиелеген ұстаздар баршылық. Ұстаз қандай болу керек деп айтатын болсақ, әрине біздің көңілімізге, тілімізге ең алдымен Аягүл Төреқызы Миразова есімізге түседі. Аягүл апайымыз қандай жаймен ғана сөйлеп, баппен бәрін реттеп отырады ғой. Бұл жерде ұстаздардың ұстазы Алматыда қаптап, әлгі орыс тілді мектептер тұрғанда жалғыз қазақ мектебінің мәртебесін көтерген, біздің қыздар институтының ең алғашқы түлектерінің бірі деуге болады. Ең алғашқы қазақ мектебін басқарып отырып, социалистік еңбек ері деген атақты алған апамыз Рафиға Бекеновна Нұртазина. 12-ші мектептің директоры болды ғой. Жалғыз мектеп болды. Сол мектептің түлегімін өзім. Қазақ әйел білімді де меңгереді, қызметті де істейді, және өзінің ана жүрегін ана аудиторияда отырған жүздеген мыңдаған қызға бөліп бере алады. Бүгінгі күні керемет 70 мыңнан аса түлектеріміз, әжелеріміз, апаларымыз, келіндеріміз, Құдайға тәуба, баршылық. Қыздар институты 2000 жылдары 200 қандасқа және 200 жетім қыздарға дайындық бөлімін ашты. Содан сол жерде оқитын дайындық бөліміне келген қандас қыз өнер фестивалінде ән айтты. Жүлде алды. Жүлде алғанда алдымен әнін айтты, керемет. Сосын кабинетіме шақырып алдым, ол кезде проректормын. Әпкесіне, туған елге, туған бауырына енді жан жақты 8 қырлы бір сыйлы талант иесі. Сол қыздың әні ата жұртқа арнау деп аталады. Ата жұрт, туған ел, туған жерді керемет сағынышын суреттеп келеді да, туған елге не үшін келдім? Бойжеткенде сұлу қыз. Төлегендей батырға жар болуға келдім туған жерге дейді.
сондай сұлу, көзі Енді мөп сол мөлдір. қызымыздың бағы ашылды ма, тағдырын білесіз ба? Білгенде қандай, Ырғынбек деген тамаша азаматқа тұрмыс құрды. Қазір ана, хабарласып тұрамыз. Айтайын дегеніміз, мына қыз жібектей, әрі ана, әрі жар, әрі сұлу, әрі іштей рухани бай ұстаздарды дайындап жатырмыз деген сөзді айтқым келеді. Тамаша. Қыздар педагогикалық университеті деген атауының өзі сондай болғаннан кейін отбасы құндылықтарына мән беретін боларсыздар. Міндетті түрде Сәбит Мұқанов ағамыздың кітабы бар ғой, Өмір мектебі деген. Ол білім алу бір басқа, ұлылардың айтқан сөзі, ұлтқа қызмет ету үшін мінез керек. Мінез дұрыс болу үшін рухани бай болу керек, тәрбие көру керек. Ұшқан ұясы дұрыс болу керек. Осы жағынан қыз бала жолы жіңішке деген сөз ол қай заманда да күшінде. Сол жолы жіңішке қызға ненің бұрыс, ненің дұрыс екендігін көрсету үшін оқу процесі бір бөлек. Мына кісінің өмірі сіздерге үлгі, ал үйреніңіздер деп қаншама кездесулер өткізіп отырамыз. Ана ұлпанды жазған Ғабит Мүсіреповпен сонау институт ашылған жылдар кездесу өткен. Шыңғыс Айтматовпен кездесу өткен. Қазақ әйелінің портретін жасаған небір ақын жазушылар, Әзілхан Дұршайықов ағамыз, ол үйдегі апайымыз біздің университеттің түлегі, күйеу бала деп әзілдеп айтатынымыз бар. Әсіресе мына институттың 60 жылдығы тойланар кезде ректор Шамша Көпбайқызы бүкіл түлектерді жинап жатып, ол кісі маған тапсырма берді. Институттың бүкіл күйеу балаларының тізімін жасаңызшы деп. Сонда біздің бағымызға қарап отырсақ, жиі кездесті. Қыздар институты Алмалы ауданында орналасқан. Алмалы ауданының сол кездегі әкімінің үйіндегі жеңгеміз біздің институттың болып шықты. Қалай барсақ та алдымыздан. Күйеу балалардың өздері де бетке ұстар азаматтар дейсіз ғой. Тәрбиелі қыз әлбетте бетке ұстар азаматтарды ұстайды. Мен сол жағынан айналып келейін деп отырмын. Казгөде бәріміз Зейнолла Қабдоловтың шекпенінен шықтық. Ол кісінің үйіндегі Сәуле апай біздің институттың түлегі. Одан кейін мына журналист азаматтар жақсы біледі. Казгөде Әбілфайыз Ыдырысов профессор ағамыз. Сол кісінің үйіндегі жеңгеміз қайтыс болып кетті, Заря апай. Ол кісі екеуі күйеуін алып келіп жездемізді қыздар институтында кездесу өткізгенде бір таң қалғаным. Қыз жібек операсынан біреуі төлеген болып, біреуі жібек болып ария айтты. Ал енді өмірде бірі журналист, бірі педагог болып жүрген адамдар. Сонда мына қазақ қызының ұстаздық, әлбетте бір мамандықты таңдап алып жүресің, бірақ тұла бойы тұнып тұрған өнер. Мүмкін қыздар институтының сонау, мен таң қалдым, 44 жылы ашылды деңіз. 1951 жылы Мәскеуге көркемөнерпаздар 15 республикадан барады жарысында. Әртүрлі мамандықтағы физик, математик жинап алып барған ғой. Республика көлемінде ол кезде 15 республикадан барады. Екінші орын алады, 57 жылы апарғанда бірінші орын алады. Ал енді 71 жылы барған кезде гран-приді алған, ол енді арнайы әңгіме қазір ретігесі айтармыз. Енді мына Айгүл вокалды аспаптық ансамблі туралы өзіңізді айтып кеттіңіз, ол туралы сөз қозғамау мүмкін емес. Жалпы сол қыздардың басын құрап, оларға дәріс берген, алғашқы жетекшісі деп біз Ескендір ағамызды айта аламыз ба, Хасанғалиевті? Өте дұрыс, өте дұрыс. Ол кісі себебі музыка пәнінен сабақ берді ғой. Неге қазақ қыздары институтты бітірген керемет, жан жақты рухани. Қарап отырсаңыздар, қазақтың бар зиялылары қыздар институтында сабақ берген. Ахмет Жұбанов композитор. Алғаш ашылған кезде өнер тарихынан сабақ берген. Әлкей Марғұлған ғалымдардың ғалымы, ол кісінің білімі телегей, теңіз, мұхит. Ол кісіге сабақ берген. Кеңес Нұрпейіс өмір бойы тарих ғылымындағы орны ерекше адам ғой. Қыздар институтында сабақ берген. Кәдімгі алғаш ашылған кезде тіпті мықты математик керек болып, Қазан университетінің профессорын, Персидский деген кісіні арнайы шақыртқан. Шара Жиенқұлова, Жандарбекова, ол кісі келіп Мәскеуге өзінің сапарында жанында да билеп жүретін қыздар керек болады. Біздің институттың әр мамандықта оқитын қыздар барған. Бір тойда бір апай қатты биледі, 80-ге келіп қалған. Апай, қайдансыз? Институттың физигімін ғой, биді қайдан үйреніп жүрсіз, физиканы бітірсеңіз? Ой, бұл қарағым дейді. Шарамен бірге Мәскеуге барып қайтқанмын, билеп дейді. Мінекей, енді Айгүл ансамбліне де кесек.
Ескендір Қасанғалиев қыздар институтына сабаққа, музыкадан сабақ беруге келеді. 59 жылдан музыкалық бөлім ашылған. Сонда сол кездегі бітіріп жатқан жақсы деген 4 қыздан Айгүл квартетін құрған. Бастауында Ескендір Қасанғалиев ағамыз тұр. Сол квартет 1971 жылы КВНді жүргізетін Масляков деген азамат бар ғой. Сол кісі жаңағы «Ищем таланты» деген Мәскеуден тікелей эфирде хабар өтеді екен. Институттың 4 қызын апарады. Айгүл ансамблінің негізін қалай. Одан ары қарай сұрасаңыз, Марат Хамитұлы Балтабаев Мәскеуден консерваториялық білімі бар азаматты елге қайт деп шақырып алып, қыздар институтына жұмысқа жібереді. Сонда Өмірбек өте білімді, дарынды адамдар сабақ берген ғой. Сосын қыздарымыздың адамдар, мына Айгүл ансамблінің шығуы да тегін емес. Өйткені тіпті соғыс кезінде көшіріп әкелді ғой, мысалы Галина Уланова, небір мықты өнер жұлдыздары Алматыда болды. Солардың біразы қыздар институтында сабақ берген, нағыз классиктер. Соның да әсері болса керек. Ең алғашқы декан Бақытжан Байқадам. Ал не айтасыз? Қазақтың тұңғыш балет мейстері. Дәурен Абай атындағы опера және балет театрының барлық қойылымдарында балетмейстер Дәурен Абиров. Сол кісі біздің қыздар институтына келіп, хореография бөлімін ашып, хореография мамандығында қыздардың да үлкен сұранысқа еге болып кетуіне, мына өзіңіз айтқан негізі күшті болды ғой деймін. Айгүл ансамбліндегі алғашқы 4 қыздың есімін айтыңызшы. Жақсы, ол 4 қыз бүгінде аттары әлемге танымал. Бірінші Ағайша Шермұхамедқызы Исағұлова, екінші Құрманай Әжібаева, кейін халық арасына Досмұқасанға ауысқаннан кейін Құрманай Омарова болып ауысып кетті. Одан кейін Дина Ерғалиева, бұл 3-ші квартеттегі және Марфуға Жүнісова. Осы 4 кісі ең алғаш Ескендір Қасанғалиевтің басқаруымен Айгүл квартетін құрды. 1-2 жылдан кейін басқа да мен айтқан ұстаздардың араласуымен вокальды, инструментальды ансамбль болып халыққа кеңінен жайылды. 1968 жыл. Дегенмен Досмұқасан алғаш вокалды аспаптық ансамбль болғанмен, біз Айгүлді бірінші айтуымыз керек шығар. Содан кейін сұрайын дегенім, сол кездері Песняры, Ариэль, Веселые ребята деген ансамбльдер болды. Дегенмен қыздар ғана құрамында бар ансамбль мүлдем болған жоқ сияқты. Сонымен де дегенмен одаққа танылды ғой. Олар сосын әнді ғана айтпай қазақтың әдемі киімін киіп, оның да жарнамасы мықты болған болар деп ойлайды. Сөзіңіз рас. Өзіңіз айтып отқан Айгүл вокалды аспаптық ансамблінің атағының жер жарып, бүкіл әлемді аралауына осы да сеп болуы мүмкін. Біріншіден ұлттық киім. Сосын ол ансамблдің бір брендовый әні болды. Қыздар, тек қана қыздар деп шығады. Үшінші Досмұқасанмен салыстырғанда, Досым Сүлейіп ол кісі құрған, музыкалық білімі болған, мына жағын айтайын деп отырмын. Досмұқасанның құрамымен салыстырғанда Айгүл вокалды аспаптық ансамблінің құрамы кәсіби музыканттардан құрылды ғой. Ағайша Исағұлова, Галина Қарамолдаева, мына кісілердің бәрі тек қана араларында орыс тілі мен әдебиеті мамандығында оқып жүрген Құрманай Әжібаева. Бірақ көз көрген адамдардың айтуы, Құрманай өлең ән айтқанда, ол бір ерекше, табиғи, кәдімгі аспан мен жердің арасын ауа дауыс кеуліп кететін дейді. Мүмкін кем әмірелер Парижді таңғалдырған, сондай табиғи дауыс. Сосын әлгі 71 жылы Масляков жаға Құрманай «Ақ месяц деген әнді айтқызыпты. Құрманай айтады, қайырмасына қыздар қосылады. Хабар бітеді, тікелей эфир, Масляков былай депті. Қазір мен айтылған әндерді айтып отырам москвалықтарға. Қай ән ұнайды, сол кезде свет өшсін деп. Сонымен бәрі терезеден қарап тұрады Останкинадан. Біздің қыздарды Алматы қыздар институтынан келген Айгүл квартеті «Ақ месяц дегенде бәленбай миллиондық Москвада бүкіл свет өшкен. Талантқа бас иіп отыр ғой. Талант тіл таңдамайды, ұлт таңдамайды. Солай да, Ләззат апай, шынында да әдебиет пен өнерге келгенде ешқандай шекара болмау керек қой енді. Адамзаттың ақыл ойына қосылған дүниелерді ұлтқа бөлуге болмайды.
бәріміз мектепте оқып өстік. Одан ешқандай кем болған жоқпыз. Және Толстойдың соғыс және бейбітшілік, Анна Каренинасы. Голливуд қойып атқан жоқ. Осымен 3-ші рет Анна Каренинаны қойды. Қандай жұлдыздар ойнайды. Оскар алып жатыр. Өйткені бұлар адамзаттың ақыл ойына қосылған үлкен дүниелер. Пушкиннің кезінде баламыз ғой, енді білмеймін, 4-ші ме, 5-ші сыныпта ма, Онегинді өткен кезде Татьянаның Онегинге жазған хатын жаттатқызады бізге. Сол кезде оқыған кезде соншалықты жүрегімізді елжіретіп, мен мысалы өмір бақи есімде қалды. Я вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать деп. Теперь я знаю вашей воли, меня презрением наказать. Но ана ең соңғы 2 жол әдемі ғой. К сожалению, я другому отдана, и век буду ему верна. Қандай тамаша. Айтпаңыз. Енді мына Айгүлден кейін басқа да өнер ұжымдары құрылды, бірақ дегенмен ондай атақты бола алмады. Неліктен деп ойлайсыз? Біріншіден, шынайы талант ол құмның ішіндегі тас сияқты. Тамаша талантты адамдардан құрылған болды Айгүл. Екінші, классикалық білімді, ұлттық біліммен, ұлттық мәдениетпен керемет ұштастыра білді. Күні бүгінге дейін Айгүл дегенде жұрттың бір елең етіп, әдемі бір сүйіспеншілікпен қарайтыны, сонау мықты қазақтың композиторлары негізін қалаған, нағыз талантшы, саф алтын қыздардан құралған ансамбльдің атағы күні бүгінге дейін Жақсәке 40 жылға азық десе ұрпағына Айгүл ансамблі біздің ұлттық мақтанышы болып келе жатыр. Бір кездері тіпті осы есімде жоқ, 2000-нешінші жылдары Айгүл ансамблінің концерті да болды ғой. Сақыпжамал Ұзақбаева шықты, сол бірінші құрам емес, бірақ Исағұлова да болды ғой деймін, Ағайша апамыз. Сол бір концерт болды, сол концертті мен көрдім. Республика сарайында болды, халық көп келді. Шәмші Беркімбаева ректор болып тұрған кезде қазақтың бүкіл балық аймағын жинап концерт қоямыз деді, бірақ Айгүл ансамблін қайта біріктіру керек деп. Сонымен сол кезде өздерінің алғашқы ашылғандағы көйлектерін 60-70-тегі апаларға тіктіріп бердік, басын құрадық, сөйтіп Айгүл ансамблі жиналып, бұрынғы құрам және кейінгі құрам концерт көрсеткені бар. Одан кейін Қазақстан телеарнасына рахмет айтуымыз керек. Айгүл ансамблінің құрылғанына 50 жыл құрметіне Абай атындағы опера және балет театрында өзіңіз айтқан Сақыпжамалдар бас болып концерт берді, және ол алтын қорға жазылып алынды сол кезде. Тамаша ғой, бұл енді үлкен мұрағат, ұрпақ үшін аса қажетті дүние. Енді Құрманай Омарова мен Галина Қарамолдаева апаларымызды, о кезде жас қой о кісілер, Ласкалаға да шақырды. Енді Ласкалаға әркімді шақыра бермейді, дегенмен о кісілер бармай қалды. Енді өзіңіз жақсы білесіз, кеңестік дәуірдегі саясат мәселесі деген сияқты. Сондықтан бармай қалды ма, не себеп? Галина апай, көп сөйлесем о кісімен, Қарамолдаева. Күле-күле осын есін алады. Сондағы мына идеологияның күштілігі. Отанға қайту, сосын мұғалімдік, ұстаздықты бәрінен жоғары қою. Кеше ғананы ұстаздар күніне құттықтауында министріміз Саясат Нұрбек жақсы сөз келтіріпті, 6 алаштың баласы бас қосса, 4-дегі орын ұстаздығы деп. Бұл кісілер сол кезден ұстаздық орын. Болмаса өнер қуса алып қаламыз деген даусына таң қалған. Бұл кісілер бүкіл Европа, әлемді аралаған. Түрлі фестивальдер, Германия, таңға ән айтқызған кездер болды дейді біздің Айгүл ансамблінің. Даусына таң қалған табиғи дауыс қой. Жоқ, женпей маман болсын, барып сабағымды жалғастырамын деп, ұлтқа сүйіспеншілік, отанға сүйіспеншілік. Сосын жоқ, сосын партияның да қылышынан қан тамып тұрған кезең ғой, онда да қорқақтайды ғой, қанша дегенмен, онда айтуымыз керек қой. Дәл қазір әлбетте мүмкін басқа болар еді. Дәл қазір сол ұсыныстар түсетін болса. Ал ол кезде Әміренің киносында да жақсы түсірген, бақылап отырған ғой әрбір қадамын. Қайда барып, қайда қойды. Мүмкін соның да әсері болған шығар. Осы қыздар институтына сіз өзіңіз қалай келдіңіз? Проректорға дейін көтерілдіңіз. Мынау кәсіподақты басқарып отырсыз. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің
бүгінгі күні өте қадірлі апасысыз, анасысыз, шырпыр боласыз деп ойлаймын. Сізді анда да тартып, мұнда да тартып, әр қуанышты жағдайларға да шақырып жататын болар. Бірақ бір жағынан мынау мықты адамдар өзі күлімсіреп отырса да, жұмысына мығым болғандықтан, ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстай біледі ғой. Сіз өзіңіз бекер емес қой, сол ұжымда қанша жыл істеп келесіз. Әр нүкте өтіріне дейін жақсы білесіз ғой. Өміріңіз қызық шығар, Ләззат апай? Ұлтқа, қазақ қызына деген шексіз сүйіспеншілік институтта ұстап тұрса. Ал өзім Казгудың Ленинтік стипендияты болғам, аспирантураны бітіргем, сол жерге жұмысқа қалған адаммын. Сол аспирантурада жүргенде тұрмыс құрдық. Балаларымның әкесі енді ауадан қызғанған жоқ, қалған жұрттың бәрінен қызғанды. Сенің сыбағаңды осылай берейін, уақытша болса да деп, қыздар үйінсіне ауысқам. Ал енді өмірім қыздар үйінсінде өсіп келе жатыр. Себебі не бір таза, не бір қорғауды қажет ететін, не бір ақ, не бір әдемі, не бір қарапайым, не бір парасатты ақылды қыздар үйінсіне ауыл-ауылдан жиналған. Тумасаң да туғандай болып кетеді. Міне осындай өзіңнің ұстаздық қызметің, сосын ұлтқа деген сүйіспеншілік, қазақ қыздарына деген сүйіспеншілік мені былайша айтқанда мәңгілікке қыздар үйінсінде ұстап қалды. Өзіңіз айтқандай, қыздар үйінсінің ана кірпіші сәл қисайып қалса жүрегім ауырады. Қыздар үйінсінің астында не бар, үстінде не бар, өмірің өткеннен кейін бәрі ыстық. Сосын мына басшылар жанашырлықпен қарайсыз. Екінші үйің болып кетті ғой. Бітірген түлектер, Фейсбукта отырғанда мен қыздар үйінсінің түлегі едім деп жазса, дереу, апай қай жылы бітірдіңіз, қалай бітірдіңіз? Не бір қазіргі мына оқу ағарту саласындағы өзінің мұғалімдік, ұстаздық жұмысына адалынан атқарған сыйлы, керемет пікір жазатын апайлар біздің институттың түлектері. Фейсбукта тіпті ой кеп отыр, қыздар институттың түлектері деп бір чат сияқты ашып жатады ғой. Солай ашу керек сияқты. Өйткені біз білмейтін нәрсе әлі де көп. Мысалы, Қостанайға министрлік жіберді университет тексеруге. Сол жерде Әсия Беркенов апамыз жүр. Қыздар институтының түлегі, кезінде Әселхан Қалыбаев екеуі қазақтан шыққан ең алғашқы импровизатор, айтыс ақындары. Біздің институттың түлегі. Бүгінгі күні қыздарымыз көбірек атақ, мансап қуып жатады. Ал отбасы құндылығын реттеу үшін әжелер институтын, ақсақалдар мектебі, ақсақалдар кеңесі деген сияқты дүние, осыны жаңғырту керек па? Жалпы мансаптан бұрын отбасылық құндылықты қалай сақтағандары дұрыс? Сіздер осыған мән бересіздер ме өздеріңіз? Әлбетте, ең үлкен мән береміз. Өйткені тәрбие алдымен жүреді. Тәрбие басқа болса, алған білімің адамзатқа қарсы жұмсалып кетпей ма? Әсіресе қыз баласы. Өйткені ер азамат ол сырттың адамы, мал табады. Ал енді мал таппайтын ер азамат жоқ, құрарын айт дейді. Ұл таппайтын әйел жоқ, тұрарын айт дейді. Қазақтың ұлы сөздері ғой кейінге қалған. Осы жағынан рухани байлық, жауапкершілік әйел баласының. Бұл тұрғысынан қыздар институтында осы сіздерге үлгі, осылай болыңыздар деп небір кездесулер өтті. Соғыс жылдарын айтсақ, Әмина Мәметова, атақты Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың анасы біздің институт ашылғаннан бастап сабақ берген. Ал ол кісі, ана 37 жылы атылғандармен бірге жүріп, бірге тұрған кісі, мысалы, халық жауы ретінде. Сонда мына қызының Совет одағының батыры атағы болып, атағының жер жарғаны бір жағы мына анасының аман есен қалып, өзінің қызметін атқаруына да әсер еткендей. Сол кісі лекция оқып отырғанда, қыздармен сабағында қыз тәрбиесі, мына бала үшін ананың мақтанышы, ананың сағынышы, отбасы құндылықтары туралы керемет ойларын бөлісумен болған Әмина Мәметова. Ал күні кешеге мысал ретінде айтсақ, айналайындарым менің деген біз кеш өткіздік. Кіммен дейсіз ғой? Қазақтың бір білгір азаматының анасы, Ділдә Матайқызы Тасмағамбет келінімен. Ана кісі сөйлеген кезде дестелеп тұрып, қазақтың бар салтын біледі. Кәдімгі қазақтың қанатты сөздері аузынан төгіліп отырады. Иманғали сияқты қайраткер азамат
тегінен тегін мысалы дәл сондай болмаған. Анасы өте білімді, сосын орыс тілде тәрбиеленіп өскен қыз келін болып түскеннен кейін қазақ тілін керемет меңгеріп, кім айтады мысалы? Иә, о кісінің атасы Тасмағамбет атамыз шай құйған кезде отырып құйма құлақ болдым дейді. Шайды құйып, тамақты реттеп, әңгімесін тыңдап отыра беретін дейді. Соның барлығы мені тәрбиеледі деп айтты ғой енді. Сол кісімен кездесу 3-те бастап 7-ге таман шықтық. Халықтың сүйіп тыңдағандығы жарты сағаттық концертте әрең отырады кейде. Керемет тынып ана кісіні тыңдағандығы кейін сағат әлгі кеш біткен кезде қарасақ 7-ге тағыған, ал әп-сәтте өте шықты. Қазақ әйелінің миссиясы не деп ойлайсыз? Әйел баласы не үшін жаратылады? Ұрпақ әкелу үшін, ұрпақ тарату үшін. Қыз баласы нәзік, бірақ ұрпақ әкеліп, сол ұрпақты ұлтын көтеретіндей етіп тәрбие беру керек. Ең алғашқы миссиясы. Сол миссияға жету жолында білім алады, жұмыс жасайды, отбасын құрады. Олардың бәрі жол жөнекей өте жатады. Мына кішкентай дәнге психологтар айтып отыр ғой, тіпті бала іште құрсақта біткеннен бастап тәрбиелей беру керек. Қазақтың әндерін, қазақтың музыкасын тыңдап. 1 мен 3, 1 мен 5 жастың ішінде педагог ретінде айтайын, бала бүкіл өмірге қажетті ақпаратты жинап үлгереді екен. Ана мультфильм дейміз, бірақ жылайтын тағдыр ғой, Маугли. Сонда дүние жүзінде бір 11 Маугли баланы ұстаған. Солардың ешқайсынан тәрбиелеп сөйлете алмаған. Себебі бала 5 жасқа дейін ананың махаббатын, ана тілдің жаңағы дәмін сезіп өсу керек адами ортада. Одан кейін сіз еге бола алмайсыз. Сіздер қаншалықты қыздар педагогикалық университеті болғандарыңызбен осы әкелер рөлі төңірегінде әңгіме құрасыздар ма? Кездесулер жасайсыздар ма? Әлбетте. Әзілхан Нұршаев жаңа ғана айтып өттім. Одан кейін тіпті қазақтың белгілі қайраткерлері, ана 44-ші жылы ашылған Нұртас Оңдасов, Жұмабай Шаяхметовтен бастап студенттермен пікірлесіп, кездесіп отырған ғой. Ол бір жағы таразының. Екінші жағы әйел баласымыз ғой. Ана интернеттен мына қыз бүйтіп қапты, ана әйел сөйтіп қалыпты деген кезде осындай ақпараттар өте жағымсыз. Солай емес пе? Ал енді тағы ойланыңқырап қарасақ, егер сол әйел баласының арқа тұтар керемет жанында жар болса, асқар-тау әкесі тұрса, жағасы боп ағасы тұрса, тынысы боп інісі тұрса, сол қыз, сол әйел сол жолға барар ма? Сондықтан да ер азаматтарды көтергеніміз, олардың орны, өзіміз неше жасқа келдік, әкем тірі болса, осысымен ренжір ме деп қараймын. Көшесінен Гогілдің «Сен іздедім мен» деген тамаша бір сөздер бар ғой. Кезінде біздің мына Құрманай Омарова апайымыздың айтқан «Сағындым сені» деген әні, ол енді үлкен хит болды сол кезде. Бүгінгі тілмен айтқанда халықтың барлығы айтып жүрді, басқа әншілер де кейіннен айтты. Бірақ сонда мына қазақ қызына тән ұяңдық, сол нәзік сыр, жүректегі дүрсіл, соның барлығын ақырын ғана көзінің қиығымен білдірген осы ән арқылы. Қандай ғажап, осындай ұяңдық бүгінгі күні бір адамды тәнті етіп баурап алатын дүние ғой. Тәуба дейік, шәкірттері бар. Не бір таланттар осы Құрманай Әжібаевадан кейін Ағайша Исағұлова, Алтын Махамбетова, осы кісілердің шәкірті. Жаңа айттым, Месса Сапарана, Дина Хамзина, осы кісілердің шәкірті. Бұл кісілер өз тарапынан шәкірттер дайындап, не бір осы республика көлеміндегі жарыстарда қыздар үйінісінің Тамирис ансамбліміз бар. Би қойғанда ол кісілер бір республикалық жарыстардан үнемі жүлде алып келеді. Тамаша. Жалпы қыз баласы талант, қазақ қыз таланты. Қазақ азаматы, қазақтың әрбір ұл қызы таланты. Сол бір генетикалық тектілікті бізге сақтауымыз керек. Біз далада туғанбыз. Дала кең болса, сол жерде тардай ғана қазақпыз. Бізге өсу керек. Әрбір шаңырақ құрып жатқан аруларға айтар едім. Алланың берген дүниеге әкелу керек. Өйткені осы ел мен жерге еге болу керек. Өзіңізді жақсы білесіз, біздің көрермендерімізді аса асығып қарайтын
фильмдерінің бірі, кинолардың бірі «Тақиялы періште». Сол жерде Бекен Римова апамыз аяғын бүйтіп қыздардың үстінен бүйтіп өтетіні бар ғой. Сонда өзіміздің жаңа қыздар педагогика институтының қыздары биші болды, керемет. Шәкен Айманов ағамыз неге сол қыздарды таңдады? Неге басқа жерден алмады бишілерді? Біріншіден қыз таңдап отыр. Ал енді тек қана сол тақиялы біздің кинодағы азаматымыз емес, 40-60 жылдардың арасында Алматыға келген қазақ зиялы ер азаматтары үйлену үшін Гоголь көшесіне қыздар институтына келеді екен. Екінші себебі мынандай тарихи құжат бар. 44 жылы ашылады ғой. 47 жылы қазақ фильм деп атаса керек ол кезде. Шәкен Айманов ағамызды бас қылып, қыздар институты туралы видео кішкене фильм жаса деп жіберіпті. Сөйтіп «Девушки из аула» деген бір әдемі кинофильм бар, қысқаша. Сол 40-50 жылдардағы деректі фильм. Қыздар институты туралы. Шәкен Аймановтың өзі кеп керемет түсірген. Сол кездегі қыздарға деген мүмкін сүйіспеншілік те ол кісіге мына режиссер ретінде өте талантты адам ғой. Қыздар институтын таңдауына ол да себеп болса керек. Ғылым саласындағы жетістіктеріңізді айтып кетсеңіз. Енді қазір 600-ден аса профессор оқытушылар сабақ береді. Небір ғылым докторлары кәдімгі Қазақстан бойынша аты шыққан кісілер, физик Ершина Айнагүл деген кісі бар, физика ғылымдарының докторы. Әбжәміл ағамыздың да жары, Ажар апайымыз да химия саласының докторы болды ғой, осы мұнай саласында. Тіпті бір соңғы кездері ашқан бір жаңалықтары да болды. Қазына Аймағамбетова деген кісі бар. Мына мектепке дейінгі тәрбиеге көп мән беріп жатыр ғой. Бастауыш мектепке баланы жастан деп. 10 жылдай факультет деканы болған. Декан болып жүріп, сол кісі Қазына апай өзіне қатысты жатақханадан бірінші қабатынан қазақтың киіз үйін тігіп, ұлт дәстүрімен қазақтың бүкіл киіз үй қалай құралады. Тіпті сол жерге қыздарға қалай тамақ істеу керек, қалай дәмдетіп, қандай қазақтың ұлттық тағамдары бар. Өзінің оқытушылық қызметімен ұлттық дәстүрді қатар алып жүрген, астастырған қаншама ғалымдарымыз бар арамызда. Қаншама академиктар бар, профессорлар бар, PhD докторлығын қорғап, арамызда сабақ беріп жүрген кісілер бар. Және бұл жерде қазіргі институтымыздың ректоры туралы айтқым келеді. Мемлекет тарапынан Қасым-Жомарт Кемелұлы кезінде мына болашақпен бітіріп келген жастарды неге институт ректорларына жібермеске? Неге олар өздерінің шетелден біліп келген озық үлгі оқу процесінде таратпасқа деген неден кейін арнайы нұсқау болғаннан кейін Асқат Аймағамбет мырза ол кезде министр 10 шақты оқу орнына жас болашақты бітірген жастарды жіберді. Біздің бағымызға қыздар институтына PhD доктор және мектептердегі ұстаздың көшбасшылық қасиетін қалай көтеруге болады деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғаған жас қызды бізге ректор етіп жіберді Гүлмира Әмірханқызы Қанай. Қазіргі 8000 қыз оқып жүр, бәріне үлгі. Қазақтың әдемі қызы бірінші, екінші ана тілде сөйлегенде балтамат, орыс, ағылшын тілдерін ана тілден артық біледі. 3 тілге бірдей. Осы кісі келіп, тіл білгенін қандай жақсы. Жақында ғана Ұлыбританиядан келді. Норвард, егер дұрыс айтсам, Лондондағы ханшайым мен ханзаданың күтушісі мамандығын беретін колледжбен қыздар институтына тікелей байланыс орнатып келді. Сонымен қатар бұл кісі барып, Оксфорд, Кембридж дегенде әйтеуір деп қоямыз, рейтингісі жоғары деп. Сол оқу орындарымен тікелей байланыс орнатып жатыр. Сассекс университетімен осы жақында ғана кеше ғана келіп отыр. Докторантура мен магистратура бойынша қос дипломдық байланысқа келісім келіп жасап отыр. Міне заманауи тіл білетін, ұлтты құрметтейтін, ана тілдің мұзына қанып шыққан жас мамандың қыздар институтына өзінің ұлтына қызмет етіп жатыр. Тамаша. Қазаққа, ұлтқа жанашыр әрбір қазақ азаматы қыздар институтын құрметтейді. Осы жағынан қыз қадірін біліп отырған, аялап ұстап отырған мемлекетіміздің басшыларына және зиялы азаматтарымызға қоғамымыздың бас иіп рахмет айтамыз. Көптен көп рахмет сізге. Енді университет нық орнында тұрсын, мықты қазақтың қыздарын, болашағын алға
сүйрейтін, ұлдарына, қыздарына керемет тәрбие беретін өзіңіз қатарлы, сол университетте еңбек етіп жатқан ұстаздарыңыздың барлығына амандық, жақсылық, денсаулық тілейміз. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің құрылғанына алдымыздағы жылы 80 жыл толады. Бұл шәкірт жүрегіне жол табу үшін тынбай ізденетін ұстаздар қауымының бірнеше буынын дайындап шығарған білім ордасы. Әлі де сол биіктен түспеуді меже еткен ұжымның қызметі алда да жемісті болуын тілейміз. Эфирде жүздескенше, қадірлі ағайын.